Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл екінші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 91-ші сабақ. Жалқы есім және жалпы есім. Зат есімнің жалқы және жалпы түрлерін ажыратуды үйренемін. Өлеңдегі негізгі ойды анықтаймын. 27-ші жаттығу. Суреттерге қара, олардың астындағы сөздерді оқы. Бірінші суретте балалар бізде айна тұр екен. Екінші суретте айна, яғни қыздың есімі. Келесі алма. Одан кейін бізде алма, ол қыздың аты, балалар. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші әріппен, бірі бас әріппен жазылған. Оның себебі неде деп ойлайсың? Өзің қорытынды жасап көр. Оның келесі беттегі мәліметпен салыстыр. 27-ші жаттығу бойынша себебі бас әріппен жазылған сөздер адам есімі, айна, алма. Адамның аты жөні әр уақытта бас әріппен жазылады. Ал кіші әріппен жазылған сөздер заттың атауы. Міне балалар, ережеге назар аударайық және есімізде сақтап, жаттап алайық. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, әсел, алматы, іле, құтжол. 28-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Бекен, төкен, тете екен. Тете үлкені, бекен екен. Авторы Әдібай табылды. Енді балалар, мұнда жалқы есімдердің астан сыз. 28-ші жаттығу бойынша балалар өлеңді жатқа жазып ала қойыңдар дәптерлеріңе, көркем әрі әдемі етіп. Мұнда балалар жалқы есім бекен, төкен, бекен астын сызып ала қойыңдар. 29-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Жанат, Манат екеуі киім кешек тігеді. Балалардың өнерлі, есептеп көрсен енді. Авторы Сұлтан Қалиұлы. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Мұнда балалар, яғни балалардың өнері туралы екен, балалар. Жалқы есімдерді тап. Мұнда балалар жалқы есімдер Қанат, Марат, Таңат, Талап, Самат, Сағат, Жанат, Манат. Бұлардың барлығы балалар кісі аттары екен. Шығармашылық үзіліс. 30-шы жаттығу. Берілген сөздердің бір әріпін алып тастап, жаңа сөз жаса. Бата, ата, яғни Б әріпін алып тастадық, балалар. Әсел, сел, емен, мен, қаша, қаш, ажар, жар, асан, сан. Отыз бірінші жаттығу. Мұғалім Қазақстанның табиғат ғажайыптары туралы біліп келіңдер деп тапсырма берді. Әлия Талдықорған жеріндегі Әншіқұм, Дәулет Бурабайдағы Жұмбақтас туралы әңгіме дайындап келіпті. Ал сен өз өлкеңдегі табиғат ғажайыптары туралы не айтар едің? 31-ші жаттығу бойынша Шымкентте бірнеше табиғат ғажайыптары бар.
Олардың бірі Қазығұрт тауы. Аңызға толы тарихи мекен. Сонымен қатар Сайрам-Өгем ұлттық паркі әсем тау көріністерімен ерекшеленеді. Бұл жерлер Шымкенттің табиғи сұлулығын айшықтайды. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.